Сәлеметсіздер ме? Менің атым Әбдисаттар Каролина Микаэла. Мен Шамшырақ ұлттық мектебінің 3-ші А сынып оқушысымын. Менің ғылыми жоба тақырыбы раушандар экология мен мәдениетіміздің бөлшегі. Мақсаты: раушан гүлін терең зерттеу нәтижесінде оны табысты өсірудің насихаттау, практикалық үлес қосу арқылы қоршаған орта экологиясы мен эстетикасын жақсарту. Міндеттері: раушан гүлі туралы зерттеулерді талдау, раушан гүлінің түрлері және тарихымен танысу, раушан гүлін өсіру технологиясын зерттеу, раушан гүлдерін ашық жерде және бөлмеде өсіру бойынша ұсыныстар беру. Нәтиже немесе жоба қорытындысы: раушан гүлінің түрлері, ерекшеліктері анықталды. Теория негізінде бағбандарға арналған сауалнама құрастырылды. Тәжірибелі гүл өсірушілермен сауалнамалар мен сұхбат жүргізіліп, нәтижелері қорытындыланды. Раушан гүлдерінің зиянкестері мен арулары анықталып, емдеу, алдын алу жолдары ұсынылды. Заманауи тәсілмен раушан гүлін өсіру бойынша практикалық ұсыныстар жасалды. Раушан гүлдерін ашық жерде өсіру бойынша жас бағбандарға арналған жадынама жасалды. Раушан гүлдерін үй жағдайында өсіру бойынша жадынама жасалды. Тақырыпты зерттеу нәтижесінде балаларға арналған мазмұнды буклет жасалды.